Баршаңызға сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен бірге екінші тоқсан бойынша БЖВ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Біздің бұл тапсырмамызда мынадай сұрақтар кездеседі. Бірінші сұрақ: ыстықкөл күнделігінде сол бағыттағы тұтас халықтың тұрмыс тіршілігінің көрінісі қалай сипатталады? Және де ыстықкөл күнделігінің үш ерекшелігін жаз, және де осы ыстықкөл күнделігінің Шоқан Уәлихановтың өзге еңбектерінен ерекшелігі қандай деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Енді бірінші тапсырма: ыстықкөл күнделігінде сол уақыттағы тұтас халықтың тұрмыс тіршілігінің көрінісі қалай сипатталады? Ыстықкөл күнделігіндегі халықтың тұрмыс тіршілігі тарихымыздан белгілі болғандай көші-қонға, қарабайыр шаруашылыққа негізделген. Қазақтар ертеде мал шаруашылығымен айналысқан. Бұған дәлел ретінде Аягөзде бөліміндегі Архат тауларының мал отының молдығымен аты шыққан. Сондықтан Аягөз дуанына қарасты Найман мен Уақ болыстарының қыстақтары соның баурайына шоғырланған деген жазбасы дәлел. Және де қазақтар қыстауда көктеу мен күздеуде өмір сүрген деп жауап береміз. Екінші тапсырма: ыстықкөл күнделігінің ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Үш ерекшелігін жаз. Бірінші: ыстықкөл күнделігі әрі әдеби, әрі ғылыми зерттеу күнделігі ретінде жазылған. Ыстықкөл күнделігі қазақ тарихындағы алғашқы ғылыми зерттеу күнделік. Ыстықкөл күнделігінде Шоқан Уәлиханов өзінің тарихшы зерттеушілік қырынан да көрсеткен. Онда ғалым Шоқан өзінің табаны тиген жерлердің шығу тарихын, аңыз әңгімелерін, атаулары туралы жазған. Үшінші ерекшелігі: Шоқан Уәлиханов өзін биолог ретінде де танытқан. Жүрген жерлердің топырағын, өсімдіктерін зерттеп, сол туралы баяндаған. Тағы бір ерекшелігі: сол кездегі халықтың тұрмыс тіршілігі жөнінде де тілге тиек еткен. Тапсырма: Шоқанның өзге еңбектерімен салыстырғанда ыстықкөл күнделігінен қандай жаңашылдықты байқай алдыңыз? Сіз оны қалай бағалайсыз? Шоқан Уәлихановтың бұл еңбегінің өзге еңбектерінен ерекшелігі күнделік болғанында. Күнделікті осындай ауқымды зерттеу еңбегіне айналдыру Шоқан Уәлихановты өзге қырынан танытты. Шоқан Уәлихановқа дейін алыс сапарларға шығып, жүрген жерлері туралы қызықты деректер жинап, оны күнделік етіп жазған ешкім болмаған. Жүріп өткен жолында бірде-бір жерді елеусіз қалдырмай, әрқайсысының тарихына терең бойлап, бізге жеткізіп отыратын көркем шығарма болуымен де ыстықкөл күнделігі жаңашылдыққа жақын. Әр өңірдің ауа райын, тұрмыс тіршілігін көркем тілмен керемет сурет.